Бүгінгі үйренетін, қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Ескеру, барынша, ондай, қойма, сұрыптау, серіктес, келесөз, ысылу, шындау, қалаушы, енші. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Принимать во внимание. Максимально вовсю. Такой. Склад. Сортировать. Партнер. Переговоры. Приобретать опыт. Закалять. Основатель. Доля. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Логистиканың болашағы. Сәлеметсіздер ме, құрметті арнама тіркеушілер. Қазір мен Китайдағы шекарадан логистика орталығында тұрып, сіздерге репортажды түсіремін. Менің артымда орталығының жаңа салған ең үлкен қойманың ғимараты тұр. Бұл ғимараттың бір ерекшелігі бар. Онда жұмыстың 60% роботтармен орындалады. Роботтар жалпы ауыр жұмысымен, жүк көтерумен әлде таулар сұрыптаумен айналысады. Роботтардың жұмысының тиімділігі жоғарыда. Қойманың меңгерушісі сұхбат барысында роботтардың өнімділігі дәстүрлі жұмыс әдістерімен салыстырғанда 2 есеге асыруда екенін айтты. Бұл ойдағыдай нәтиже. Келесі жылы роботтардың еншісі 100%-ға жетеді. Сонда өндіріс ойлап тапқан бойынша барынша күшіге жетеді. Өндіріс күрделі екенін ескерсеңіздер, меңгерушінің қиындықтарын елестетіңіздер. Жақсы жаңалық мынада. Өндірісті меңгеру үшін жасанды интеллект пайдалануда болады. Компанияның қалаушысы серіктестерімен бірге ұзақ келіссөз соңында жасанды интеллекттің қолдауын жүзеге асыруда мақсат қойды. Олар шартқа отырып, жобасын іске қосқаннан кейін дүние жүзінде осындай кәсіпорын болмайды деп сенімді болды. Бұл компаниядағы келешектің үлгісі біздің көз алдымызда қалыптасып жатыр. Онымен серіктес шартына отырмақпыз. Бұл керемет болар. Осы компаниясына жас мамандарды ісілу үшін жіберейік деп едім. Мұнда өткізілген әлдеқандай уақыт оларды шыңдап, келешектің табысымызды артырады. Будущее логистики. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сейчас я нахожусь в логистическом центре на границе с Китаем и снимаю для вас репортаж. Позади меня стоит самое большое, недавно построенное здание склада центра. У этого здания есть одна особенность. Здесь 60% работы выполняется роботами. Роботы занимаются в основном тяжелыми работами, подъемом грузов или сортировкой товаров. Эффективность работы роботов высока. Управляющий складом в ходе интервью сказал, что производительность роботов в 2 раза выше по сравнению с традиционными методами работы. Это ожидаемый результат.
В следующем году доля роботов возрастет до 100%. Тогда процесс достигнет максимальной мощности согласно задумке. Если учесть, насколько процесс сложен, представьте себе трудности управляющего. Хорошая новость в том, что для управления процессом будет использоваться искусственный интеллект. Основатель компании вместе с партнерами после долгих переговоров поставил целью внедрить использование искусственного интеллекта. Они заключили договор и уверены, что после запуска проекта в мире не будет подобного предприятия. Модель будущего в этой компании формируется на наших глазах. Мы собираемся заключить с ними партнерское соглашение. Это было бы прекрасно. Я думал отправить молодых специалистов в эту компанию для приобретения опыта. Определенное время, проведенное здесь, закалит их и увеличит наш доход в будущем.